Сәлем, балақайлар. Сендердің назарларыңа кішкентай дракоша туралы ертегі. Ал кеттік. Баяғыда жер бетінде миссис Айдаһар өмір сүрген. Ол отырып, оның жұмыртқаларынан әрбіреу шыққанша күтті. Крак, бірінші жұмыртқа жарылды. Крак, екінші жұмыртқа жарылды. Крак, үшінші жұмыртқаның қабығы жарылып, миссис Айдаһар таң қалды. Ішінде өте кішкентай Айдаһарша отырды. Ол кішкентай болғаны соншалық, оның аяғына сыйып кетті. «Анашым!» деп шақырды дракоша. «Не болды, жаным?» деп сұрады анасы. «Айдаһарлар сүйкімді болмайды», деп мырс етті мистер Айдаһар. «Олар үлкен және күшті болуы керек». Бірақ дракоша үлкен және күшті болып өсуге мүлдем ниетті емес сияқты. Оның аяқтары жүгіру үшін тым қысқа болды. Қуыспақ ойынында ол әрқашан кішкентай қанаттар үшін соңғы болып ұшып келетін. Ол тіпті от шығара алмайтын. Міне ең қорқынышты нәрсе осы болды. «Көрдіңдер ме, ол тіпті ұшқын да жаға алмайды», деп күлді ағалары. Күн сайын дракоша өзін жалғыз сезіне бастады. «Мен жаман Айдаһармын», деп жылады кішкентай. Кенеттен ағашқа кішкентай қыз қонды. «Мен сені от шығаруға үйретемін», деді ол. «Бірақ қалай, сен тіпті Айдаһар да емессің», деп мырс етті дракоша. «Мен Айдаһар емеспін», деп келісті кішкентай қыз. «Бірақ мен сенің досың бола аламын». Қыс түсті. Бүкіл отбасы қатты тоңды. Анасы да, әкесі де кішкентай Айдаһарларды жылына алмады. Өткен Айдаһарлар тоңғанда олар от шығара алмайды. «Мен от іздеймін», деді дракоша және үңгірден шығып кетті. Дракоша бүкіл алқапты аралады. Ол әр үйге кірді, бірақ ешкімде бірде-бір ұшқын болмады. Барлық Айдаһарлар қатты тоңып қалды. «Бізге көмектес, кішкентай», деп сұрады олар. «Ах, мен от шығарылсам екен», деп қайғыра алады дракоша. Кенеттен кішкентай құсқа бір идея келді. Ол жұмсақ қауырсынды алып, онымен Айдаһарның мұрнын қытықтады. Кішкентай дракошаның мұрны қатты қышыды. Кішкентай дракошаның мұрны қатты айналды. Айналды, бұралды, қышыды, және ақыры... Апчи! Дракошаның мұрнынан от шықты. «Мен от шығарамын», деп айқайлады ол. Дракоша отымен бүкіл алқаппен бөлісті. Бір сағат өтпей, әр Айдаһар үйінде үлкен от жанып тұрды. «Сен нағыз батырсың», деп мақтанышпен айтты мистер Айдаһар. «Мен досымсыз жеңе алмас едім», деді дракоша, және аяғымен кішкентай құсты көрсетті. Дракоша қуыспақта жеңе алмаса да, ол шын мәнінде от шығара алады. Оның досы да бар. Ал доспен сен жалғыз емессің.